Қазақстанда енді ұн, нан және макарон өнімдері қымбаттайды. Нарықты тағы қымбатшылық күтіп тұр. Бұл жолы дүкендерде ұн, макарон, нан секілді астық өнімдерінің бағасы өсетін болады. Астық өндірісі саласының мамандарының айтуынша, оған себеп жетерлік дейді. Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы диқандардан бидай сатып алу бағасын көтеріп жіберген, ал жеке компаниялар нарықты жаулап алу үшін диқандарға одан да жоғары ұсынып отыр. Оның бәрі айналып келіп, дүкендегі ұн мен нанның бағасының өсерері сөзсіз дейді мамандар. Солтүстік Қазақстан облысының диқаны Марат Қарымсақов биылғы өнімін жылдағыдан қымбатырақ сатқысы келеді, өйткені биылғы өнімі былтырғыдан 25%-ға кем. 110-115 мыңнан сатып аламыз деп жатыр. Керек десе өздері алып кетпекші. Менің астық алқабымның әлі 60%-дан астамы жиналған жоқ. Ауа райы астықтың толық жетіп пісілуіне мүмкіндік беріп тұр. Оған дейін бағада тағы өсе түссе бізге жақсы болар еді дейді диқан Марат Қарымсақов. Қазақстан астығының негізгі операторы Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы былтыр бидай тоннасын 83 мың теңгеден алса, биыл 103 мың теңгеге дейін көтеріп тастады. Ол шаруалардың банк алдындағы қарызын жабуға немесе техникалық жарақтарын қамдап алуға жеткілікті. Бірақ ол ақша дүкендердегі азық бағасына барып қосылады дейді мамандар. Біздің үкіметтің шаруалардан қаржылық шығын өтейтін мүмкіндігі жоқ. Жалғыз жолы әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерінің бағасын барынша қалтаға қолайлы деңгейде ұстап тұру. Оның үстіне бағаның өсуіне келсек, ол астық бағасының өсуіне ғана байланысты емес. Көлік ақысы, жанармай, электр жарығы, жалақы және басқа да толып жатқан жаңа мәселелер бар дейді Қазақстан астық одағының өкілі Евгений Карабанов. Министрліктің мәлімдеуінше, бидай биыл әлем бойынша жиналып отыр. Мысалы, Канадада өнім биыл 8 миллион тоннаға, Ресейде 13 миллион тоннаға, Америка құрама штаттарында шамамен 4 миллион тоннадай азайып қалуы мүмкін. Мамандар біздің елде де биылғы қуаңшылық салдарынан қамбаларға астық шамамен 25%-ға кем түсуі мүмкін деп болжайды. Ал мал азығы тіпті 30-дан 50%-ға дейін кемуі ғажап емес. Астыққа қатысты тағы да бір мәселе. Биыл аз түссе де ішкі нарықты толықтыруға жеткілікті. Былтырғыдан қалғанын қоса алғанда тағы 6,5 миллион тоннасын сыртқа сатуға болады. Біздің бидайымыз бен ұнымыздың негізгі тұтынушысы Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан болып келген еді. Ауған нарығы ондағы жағдайға байланысты жабылып қалды. Енді біздің диқандар 3 миллион тонна астықты қайда жіберерін білмей дағдарып отыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.